уақытша кино. Осы шығарылымда сіздерге Марсианин фильмін қысқаша айтып беретін болам. Бұл фильм бізге жігіттің Марста жалғыз өзі қалып қойғаны туралы айтады. Достар, бейне басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетейікші. Бұл сіздер үшін 1 секунд, ал мен үшін 100 000 оқырманға алып баратын жол. Я живой. Как видите. Фильмнің басы Марстың таңғажайып көрінісімен басталады. Бұл жерде әлі ешкім қоныстанбаған, және жақын болашақта бұл жер зерттеушілердің баспанасына айналды. Қазірдің өзінде зерттеушілер Марсқа қонды, және де жазық далада қонақтайтын уақытша лагерь тұрғызды. Олардың мақсаты Марста ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу. Бұл миссия мақтанышпен Арис-3 деп аталады. Басты кейіпкер Марк Уотни анализдік талдау жасау үшін Марстың топырағын алады. Әрине бұл оңай шаруа емес, сол үшін де кезекшілікте тұрған астронавттармен Марс ғаламшары туралы хабар алмасып отырады. Күтпеген жерден базаға ауа райы туралы хабар келді. Оларға қарай өте күшті дауыл жақындап келеді. Дауылдың күштілігі сонша, ұшып қону модулін қиратып кетуі де мүмкін. Егер де модуль қирайтын болса, орбитаға ұшып, одан үйіне қайту мүмкін емес болып қалады. Командир ұшуға дайындалыңдар деп бұйрық берді. Қатты дауыл мен майда тастардың ұшуының арасында экипаж мүшелері базадан модульға қарай бара жатыр. Жолда қираған антенна Уотниді өзімен бірге ұшырып әкетті. Осылайша ол есін жоғалтты, және зақымданған скафандрадан сигнал келмей тұр. Әріптестері оны таба алмады. Осылайша астронавттар жігітті Марсқа тастап кетуге мәжбүр болды. Бұл туралы жердегі НАСА пресс-конференцияда миссия Арис-3 жерге қайтып келе жатыр, ал Марк Уотни қайтыс болды деп хабарлайды. Алайда Марк Уотни тірі қалған еді. Астронавт шашылған Марс топырағының арасында есін жиды. Скафандрадағы кислород аяқталуда, сол үшін де ол базаға қарай асығып келе жатыр. Алайда мәселе күрделене түсті. Себебі жігіттің ішіне металл түйіршігі кіріп кеткен, ал ұйыған қан скафандра тесігін бітеп тастаған. Бірақ та жігіт базаға келіп, өзіне алғашқы көмекте көрсете білді. Жарасын танып болған соң жігіт трагедияның ауқымдылығын түсіне бастады. Себебі жігіт жалғыз өзі басқа ғаламшарда. Марк енді келер ұрпаққа деп күнделік жаза бастады. Ал жерге хабарлама жіберетін ешқандай мүмкіндік жоқ. Әрине жігіттің жағдайы өте нашар, ал болашағы тұманды. Ол азық-түліктің қанша уақытқа жететінін білу үшін санын жазуда. Қалған азық-түлік асып кетсе 1 жылға жетеді. Демек тағы да 3 жылға жететінде азық-түлік жасау үшін өсімдік алқабын өсіру керек. Ойлаған істі жүзеге асыру үшін дәретханадағы қалдық және қайырымдылық қорынан қалған азғантай картоп бар. Марк лагердің бір бөлмесін өсімдік алқабына айналдырды. Марк бөлмені полиэтиленмен қаптайды және Марстың топырағын пайдаланады. Ал оны құнарлы болып тыңайту үшін дәретханадағы нәжісті пайдаланады. Осылайша кесілген картоптарды егістікке отырғызады, ал кейін үстіне су құяды. Енді тағы бір үлкен мәселе бар: судың жетіспеушілігі. Енді көптеген суды өндіру үшін Марк химиядағы білімін қолданады. Осылайша зымыранның отынын суға айналдырмақшы. Өкінішке орай бірінші әрекет жарылыспен аяқталды. Себебі есептен кішкене қателесіп кеткен. Бірақ та кейін қатесін түзеген соң оның қолынан келе бастады. Соның арқасында Марк таза су алатын болды. Арада біраз уақыт өтті. Марктың еңбегі өзінің жемісін бере бастады. Осылайша Марс планетасында алғашқы өсімдік өсіп шықты. Ал жерде НАСА қызметкерлері Марс планетасына деп тағы да жоспар құруда. Бірақ та үлкен дауылдан кейін Арис-3-тен қандай қалдықтар аман қалғанын білу үшін спутниктер керек. Спутник арқылы түсірілген суреттерден Марста Марктың тірі қалғаны анық көрінеді. Бұны көрген жердегілердің барлығы қатты таңғалды. Алайда жігітке барып оны құтқара салу оңай шаруа емес. Марсқа ұшып бару үшін көптеген уақыт пен үлкен есеп керек. Марста жігіт егін алқабын жасағанына қуанады. Ендігі Марктың жоспары қызыл ғаламшардан қайтсе де құтылу керек. Ал жердегі НАСАның жоспары Арис-4 арқылы жігіт тұрған жерден 3200 шақырым жерге ұшып бару. Енді Арис-4 қайтадан жерге ұшатын кезде Марк дәл сол жерде болу керек. Ол үшін жігіт осы ара қашықтықты қалай бағындыру керектігін ойлану керек. Марс көлігінің жылдамдығын ескеретін болсақ, жолға 50 күн кетеді. Және сол 50 күннің ішінде Марк көліктің ішінде өмір сүру керек. Ал аккумулятордың қуатын жеткілікті ету үшін Марк радиоактивті термогенераторды қазып алды. Және соның көмегімен жылулықты ұзаққа сақтай алады. Ал егер де құрылғыны бұзып алатын болса, жігіт радиациядан өліп кетуі мүмкін.
НАСА-дағылар жігіттің Марс көлігімен Арес 4-тің қонатын жеріне саяхатын тамашалауда және жігітті қолдау үшін гуманитарлық көмек көрсететін кемені де жібермекші. Ал бұның барлығы 6 ай уақытты қамтиды. 1,5 айдан кейін Марк картоптарды жинайды. Алайда жігіт жермен байланысқа түспесе, ешқандай азық-түлік оған көмектеспейді. Оның үстіне Марк жердегілердің өзін құтқарғысы келетінін әлі білмейді. Осыдан кейін жігіт 1997 жылы Марсты зерттеуге жіберілген аппаратты қарауға барады. Марк құрылғыны қазып алып, базаға алып келді және құрылғыны жөндеп, қайтадан іске қосты. Осылайша жердегілер қаншама жылдан бері іске қосылмаған құрылғыдан сигнал қабылдайды. Осылайша Марк жердегілерге хат жазды және жерден де кері хат келеді. Жердегілер Марктың тірі екенін білетінін айтты. Бірақ та байланыс шектеулі екен. НАСА сұрақтарға тек қана я немесе жоқ деп жауап бере алады. Осыдан кейін жердегілер текст арқылы сөйлесудің инструкциясын жібереді. Марк кезекті журнал жазбасын жүргізеді және өзінің Марста егін еккенін көрсетті. Бір күні материалдардың тозуына байланысты жарылыс орын алды. Соның кесірінен егін алқабына зиян тиді және өзінің скафандрасы сынып қалды. Ал соңында скафандраға скотчты жабыстыру арқылы аман қалды. Онымен қоса модульді қайта қалпына келтірді және қайтадан картоптарын түгендеп алды. Осы болған жағдай Марктың жоспарлаған нәрсесіне тежеу қойған болды. Егістік алқабы болмаса, Марк Арес 4-ті күтіп алуға шамасы жетпеуі мүмкін. Сол үшін де НАСА кемені азық-түліктермен бірге ұшыруға асығатын болды. Сонымен қатар ұшу алдындағы сынақтан бас тартты. Осындай асығыстық апатты нәтиже көрсетті. Себебі зымыранның азық-түлік тұрған жері жарылып кетті. Бұл жайында қытайлық адамдар да естіген болатын. Қытайлықтардың Марсқа тікелей алып баратын жасырын тасымалдаушысы бар екен. Осылайша қытайлықтар НАСА-ға көмектесетін болып шешті. НАСА-ның ғалымдары жасырын түрде Гермес экипажын жібереді. Олар ақылдаса келе Марс планетасына Маркты әкелу үшін қайтадан баруды шешті. Осы уақыт аралығында Марк ұшатын Арес 4 модуліне қалай бару керектігін ойлап табу керек. НАСА қытайлықтармен бірге керек жарақтарын қосып ракетаны космосқа жібереді. Гермес жер орбитасында модульді өзіне қосып алады. Ал 7 айдан кейін Марк Арес 4-тің қонатын жеріне барғалы жатыр. Жігіт өзі тұрған базада қолын қояды. Скафандрасын киіп, көлікті жүкке толтырады. Осылайша жолға шықты. Ол жерге барам дегенше Марк Марстың қызыл топырақтарының үстімен жүріп өтеді. Сонымен қатар жолда аккумулятордың қуаты таусылып қалмас үшін күн сәулесінен заряд алатын қуаттағышпен толтырып отыру керек. Осы кезде НАСА-дағылар қанша есептесе де Герместің Марсқа қона алмайтынын айтты. Егер де Марсқа қонатын болса, жерге қайту үшін оттығы жетіспей қалады. Оның үстіне ұшатын Арес 4 модулі төменгі орбитадан жоғары көтеріле алмайды. Бірақ та оның салмағын 5 тоннаға азайтатын болса, ол ұша алады. Әрине Маркқа толыққанды емес Арес 4 модулімен ұшу өте қорқынышты. Бірақ та оның басқа амалы жоқ. Оның үстіне Марстағы Арес 4 модуліне келіп те қалды. Осылайша Марк капсуланы жеңілдете бастады. Бос тұрған люктардың барлығын лақтырды және ішіндегі керек емес заттардың барлығын сыртқа тастайды. Гермес бортында капитан жағдайды түсіндіреді. Марк орбитаға ұшқанда қозғалтқыштар істен шығады. Осы кезде Гермес қасына барып, модульді өздеріне троспен тартып алу керек. Марста жігіт көлігін тастап, сақал-мұртын қырып ұшуға дайындалуда. Жердегі халықтың барлығы тікелей эфир арқылы жерге қайтып келуін қарап отыр. Марк ұшайын деп жатқанда көз жасына ерік берді және әріптестеріне мені тастамай қайтып келе жатқандарың үшін үлкен рахмет деп алғысын айтады. Капитанның айтуымен ұшатын модульді Герместе отырып басқа ұшқыш басқарады. Осылайша Марктың модулін орбитаға ұшырды. Жолда ешкім күтпеген тағы бір мәселе шықты. Модуль мен корабльдің арасы өте қашық екен. Соның кесірінен кеңістікте Маркты өздеріне қарай тарта алмады. Ал енді дұрыс шешім қабылдау үшін 40 минут қана уақыт қалды. Гермес кораблі сәл жақындау үшін оттықты азайтты. Бірақ сонда да модульді ұстап алу үшін жылдамдық өте қатты екен. Ал екеуінің жылдамдығын бірдей қылу мүмкін емес. Осыдан кейін Марк есін жиып байланысқа шықты. Жігіттің басына тамаша бір ой келді. Скафандра қолғапты тесіп, сол арқылы железный человек сияқты аспанға ұшқысы келді. Бұл өте қауіпті, бірақ басқа амал жоқ. Капитан жоспарды жақсылап ойлану үшін жермен байланысты үзіп тастады. Олар ауа жіберу үшін Герместің құлпын жарады. Солай жасау арқылы қозғалысты тоқтатып, модульмен теңдей жерде тұрды. Бірақ та қаншалықты теңдей жерде тұрса да,
арақашықтық өте алыс. Жарылыс пен ауаның сыртқа шығуы кемені кішкене тоқтатты. Капитан Троспен бірге ғарыш кеңістігіне шықты және Тростың жеткілікті жеріне дейін модульге қарай жақындай берді. Қасына жақындай бергенде Марк скафандра қолғабын тесіп тастады. Қолғаптан шыққан ауаның арқасында капитанға қарай ұшып келеді. Екеуі бір-бірін қолын ұстайды, бірақ та инерция күшінің әсерінен Марк тағы да ұшып кетеді. Бақытына орай шаққа дегенде Тростан ұстап үлгерді. Ал Гермес бұл хабарды жерге жеткізді және қаншама халық бұны көріп қуанады. Ал келесі көріністе Марк Уотни жер планетасында орындыққа отырып кофе ішіп отыр. Осы кезде қасынан НАСАның курсанттары өтеді және Маркты құрметтеп онымен амандасады. Бұл жерде ғарышкерлерге іріктеу курсы болып жатқан еді. Ал Марктың өзі болса қиын сәтте аман қалудың лекциясын өткізіп жатыр. Өйткені бұндай мәселеде Марктың тәжірибесі өте мықты емес пе? Осымен фильм аяқталды, достар. Достар, сіздерге дәл осы жанрдағы айда қалып қойған жалғыз адам туралы киноны көруге кеңес беремін. Ол үшін экранға шыққан суретті бассаңыз жеткілікті. Айтпақшы, арнаға тіркеліп кетейік. Ал келесі көріскенше аман сау болыңдар, достар.